Сәлеметсіңдер ме балалар? Балалар бүгінгі сабаққа дайынбыз ба? Көңіл күйлерің қалай? Қойдың немесе ешкінің сирағындағы терсек сүйегі не деп атайды? Асық. Дұрыс айтасыңдар балалар. Яғни асық қазақтың ұлттық мұраларының бірі, иә? Яғни асық бойынша ұлттық ойындар қандай ойындар бар? Асық ату және де бес тас. Хан талапай. Жарайсыңдар балалар, дұрыс айтасыңдар, иә? Яғни асық мергендікке, ептілікке және дәлдікке тәрбиелейді екен, иә? Жақсы, енді балалар, біз осы асықпен қимыл әрекет жасаймыз, иә? Қазір мен музыка қосам, сол музыкаға байланысты бірге қимыл әрекет жасаймыз. Ал балалар, бойымызды сергітіп алсақ, енді өткен сабаққа шолу жасайық, иә? Яғни алдымызда сұрақтар тұр, асыққа жасырынған. Осыған бір-бірден кеп, өткен тақырып бойынша сұрақтарға жауап береміз. Сүйек кемігінің сары түрі нені жинайды? Сүйек кемігінің сары түрі майды жинайды. Сүйектің макроскопиялық құрылысы дегеніміз не? Сүйектің макроскопиялық құрылысы дегеніміз көзбен көрінетін құбылыс. Микроскопиялық деңгейдегі сүйектің негізгі бірлігі ол остеон. Балалар, жаңағы өзіміздің сұраққа жауап беріп алған асығымызбен өз-өзімізді бағалап жіберейік, иә? Қанекей. Ал мына тақтаға мен жалпыламай сендерді бағалап отырамын, иә? Әр орындалған тапсырма бойынша. Адам қаңқасы жайында бейнеролик көрейік. Адамның денесінде 206 сүйек бар. Нәрестенің сүйек санын әне жаттап біліп ал. Мынау қызыл бас сүйек, төменінде жақ сүйек. Саған қызық айтайын, құлақта да сүйек бар. Олардың өте майда көлемі, аттары балғашық, төстік, үзеңгі. Өкпеменен жүректі, кеуде торы күзетті. Кеуде торын құрайтын сүйектерді айтайын. Ол ұзын қабырғалар майысқан, алдынан кеп жалғыз түйір төс сүйекпен жабысқан. Ал артынан омыртқа жотасымен тоғысқан. Омыртқа жотасын көп қой омыртқа. Жетеуі мойын бұрады, 12-сі арқаны құрады. Белдегі омыртқа 5 болады, арғы 5 8 көз, 4 құйымшақ соңында қалдық болып тұрады. Арқада тұрған жауырын, алдындағы бұғана, тоқпан жілік қызылмен белгіленген мың жерде. Шынтақ сүйек сарымен, ал кәржілік үстінде. Билеп алайық, жамбас сүйекті қарайық. Мықын, шат, шонданай, жамбаста олар жабысып, орналасқан осылай. Тізенің ұршық сүйегі асты жілікпен шыбықты тізеден біріктіреді. Ортан жілікпен жалғасып, аяққа қимыл береді. Ақпан айы жасампаздық пен жаңашылдыққа екен білеміз, иә балалар? Жасампаздық ұлттың дамуына жол ашады. Яғни осы адам қаңқасына қарасақ, жасампаздықтың мәнін көреміз. Бас сүйек беріктік, омыртқа иілгіштік және буын қозғалыстық қасиет береді, иә? Әртүрлі байланыс, үйлесімділік қозғалыс даму. Демек, сүйектердің байланысу типтері жасампаздықтың, табиғаттағы жасампаздықтың шешімі. Балалар, бүгінгі тақырыбымыз сүйектердің байланысу типтері. Қозғалмайтын, жартылай қозғалмалы және буын арқылы қозғалмалы. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып, тақырыпты жазамыз. Ал балалар, алдыларында осындай қорапша тұр. Осы қорапшадағы тапсырманы топпен бірге орындаңдар. Өзара талшықты шеміршекті ұлпалардан тұратын шеміршек арқылы байланысуы. Шеміршек арқылы он жұп жоғарғы қабырға төспен байланысады. Не қарап тұрсаңыздар, мына жерде жылжымайтын төбе сүйегі, ал мына жерде жылжитын астыңғы жақ сүйек. Бас сүйегі сүйектің жігі арқылы байланысады. Біз топ болып иық буыны мен тізе буынын құрастырдық. Иық буынына сүйек шеміршегі, буын капсуласы, синовиалды сұйықтық шеміршекті ерін жатады. Жаңа топтық жұмысты толық қарқынмен жақсы орындадыңдар, иә балалар? Енді жұптық жұмысты орындайық. Мына жерде бізге жұп
жыптық тапсырма берілген, яғни айтқанда сәйкестендіру. Бас сүйек ол миды қорғайды, ал омыртқа жотасы денені тік ұстап тұрады. Біз жыптық тапсырма орындадық. Бұл жерде сәйкестендіру тоқпан жілік төменгі аяқпен тұғана байланыстырады, ал ортан жілік аяққа тірек болады. Келесі тапсырмамыз жеке жұмыс, биологиялық диктант. Оқулықты қолданамыз, биологиялық терминдерді дұрыс қолданамыз. Оқулықпен жұмыс жасаймыз. Бізде жеке тапсырмада диктант берілген. Омыртқа тірек денені тік ұстайды. Омыртқа 5 бөлімнен тұрады. Омыртқа икемділік қозғалысты қамтамасыз етеді. Омыртқа тірек денені тік ұстайды. Омыртқа 5 бөлімнен тұрады. Омыртқа елікшік қозғалыстарды қамтамасыз етеді. Жарайсыңдар балалар, жеке тапсырмаларың өте жақсы орындадыр. Келесі тапсырма, қорытынды тапсырма, яғни QR-мен жұмыс жасайсыңдар. QR-да дұрыс жауабы жоғары жағында тұрады. Қазір алдымызда тақтаға сұрақ шығады, сол сұраққа осы қағазбен жауап беріп отырамыз. Бүйтіп қозғап, балалар, бүгінгі сабақты бағалап өтейік өзімізді. Бүгінгі сабақта мен түсіндім, түсінбеген жер болса түсінбедім, сұрақтарың бар болса сұрақтарыңды жаза кетіңдер. Олай болса балалар, сабағымызды қорытындап болсақ, үйге тапсырма, оқулықта 140-шы бетте бірінші тапсырманы орындаймыз. Яғни адам денесіндегі сүйектердің байланысу түрлері деген тақырыпқа есте жазамыз.